өзгеремін. Кейде адамның өмірін өзгерту үшін үлкен мүмкіндік те ерекше жағдайда қажет емес. Кейде бәрі жүректің түкпірінен шыққан бір ғана шынайы сөзден басталады. Мен өзгеремін. Бұл жай ғана сөз сияқты, бірақ осы сөздің ішінде адамның өткеніне деген өкініші де, бүгінге деген шешімі де, ертеңге деген үміті де бар. Мүмкін дәл қазір сенің өмірінде бәрі ойдағыдай емес шығар. Бірақ өзгеруге деген ниетіңнің пайда болуының өзі сенің бұрынғы адам болып қалғың келмейтінін білдіреді. Ал бұл үлкен өзгерістің алғашқы қадамы. Адам кейде өзінен шаршайды. Бір сөзге тез ренжігеннен, кішкентай нәрсеге ашуланғаннан, өткенді қайта-қайта ойлай бергеннен, өзін өзгелермен салыстырғаннан, біреудің сөзін жүрегіне тым жақын қабылдағаннан. Кейде адам сыртқы әлеммен емес, өзінің ішкі дүниесімен күресіп жүреді. Бірақ ең қиыны, өзіндегі кемшілікті байқап тұрып, оны өзгерте алмау. Неге мен осындаймын? Неге тағы да ашуландым? Неге тағы да артық сөз айтып қойдым? Деп өзіңді кінәлай бересің. Бірақ өзіңді кінәлау өзгеруге көмектеспейді. Өзгеріс өзіңді жек көруден емес, өзіңді түсінуден басталады. Шынайы өзгеріс бір күнде болмайды. Бүгін ашуланбаймын деп шешіп, ертең мүлдем ашуланбайтын адамға айналуы мүмкін емес. Бірақ бүгін ашуланған кезде үндемей қалуды таңдауға болады. Бүгін біреудің сөзін бөліп жібермей тыңдауға болады. Бүгін ренжіткен адамға бірден жауап бермей сабыр сақтауға болады. Бүгін артық сөз айтпауға болады. Міне, өзгеріс осындай кішкентай таңдаулардан құралады. Адамның мінезі де бір күнде қалыптаспайды. Ол күн сайынғы әрекеттерден қалыптасады. Бір күні сен бұрын ашуланатын нәрсеге сабырмен қарайсың. Бұрын жүрегіңді ауыртқан сөзге енді мән бермейсің. Бұрын жауап қайтарғың келетін жерде үндемей қаласың. Сол кезде сен байқамай-ақ өзгеріп кеткен боласың. Сондықтан егер бүгін жүрегіңде мен өзгергім келеді деген ой пайда болса, оны елемей қойма. Мүмкін бұл сенің ішкі дүниеңнің жаңа кезеңге дайындалып жатқанын білдіретін шығар. Бірден бәрін өзгертудің қажеті жоқ. Бір әдеттен баста, бір сөзден баста, бір жақсы әрекеттен баста, бір кешірімнен баста, бір сабырдан баста. Ең бастысы баста. Өйткені кейде адамның бүкіл өмірін өзгертетін үлкен шешім емес, жүрегіндегі кішкентай ғана шынайы ниет болады. Мен өзгеремін. Мен бүгін өзіндегі нені өзгертуден бастай аламын? Жауабыңызды ішіңізде айтыңыз. Және сол өзгерісті бүгін бастаңыз. Көркем мінез адамның сыртқы көркі емес, жүрегінің көркі.